Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. 14-ші Наурыз мәселесіне келетін болсақ, бұл көріс амалы жалпы менің білуім бойынша бұл тек қана біздің батыста бар амал сияқты. Сондықтан бұған ғұламалардан, Ханафи мазхабының ғұламаларынан фатуа іздеу қиын, себебі басқа жерде жоқ болғасын. Жалпы фатуа беру үшін, немесе бір амалды шариғаттан бекіту үшін, немесе оны шариғаттан жоққа шығару үшін ғұламалар үш ережені қояды. Бірінші, ол шыққан амалымыз, іс-әрекетіміз түпке шыққан себебі, ниеті бір ширк, харам амал болмаса, ол рұқсат деп айтады. Жаңа көрісіміздің түпкі себебі шыққан себебі бір ширк амал болмаса, немесе жаңа мәжусилердің отқа табынатын, күнге табынатын дердің тойы, мейрамы болмаса, тек қана қазақтың өзінен бір себептермен шыққан болса, жақсы себептермен рұқсат. Екінші, оны ырымға айналып кетпесе, яғни бұны жасамаса, көріспесе, осындай бәле болады, зиян болады, бірдеме болады демейтін болса, кім жасаса жасайды, жасамаса жасамайды, дәстүр ретінде қабылдайтын болса, ол ешқандай зияны жоқ. Үшінші, оны дінден білмесе, яғни бұл сүннет демесе, пайғамбардың сүннеті, сахабалардың сүннеті, ғұламалардың сүннеті демесе, бұл дінден емес, бұл өзіміздің кәдімгі қара қазақтың, батыстың дәстүрі. Батыс дегенім жаңа Қазақстан батысының дәстүрі дейтін болса, ол ешқандай зияны жоқ. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху.